Баршаңызға сәлем. Бүгін кәріс тағамы пигоди жасайтын боламыз. Ол үшін ең әуелі 800 грамм суды ыдысымызға құйып аламыз. 2 ас қасық құмшекер, 1 ас қасық тұз саламыз. 3 ас қасық сұйық майымызды салып араластырып қоямыз. Бөлек ыдысымызға ұнымызды салып, үстінен ашытқыны салып араластырып аламыз. Одан соң үстіне жаңағы сұйық массамызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Егер қолыңызға жабысып, ұн қажет ететін болса, тағы да ұн қоссаңыз болады. Осылай қамырымыз дайын болды. Жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз ашып, дайын болғаннан соң, осылай алып, бөліктерге бөліп, бетін жауып қоямыз. 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Ол аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған тапаға майымызды құйып, жақсылап пиязымызды қуырып аламыз. Пияздың үстінен осылай тартылған етті, яғни фаршымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Және капуста қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен осылай капустаның 1/4 бөлігін қосып жібердім. Осылай сопақша етіп, майдалап тураймыз. Қуырылып жатқан фаршымыздың үстіне дәміне қарай тұз және приправаларды саламыз, яғни дәмдеуіштерін салып, отта 10-15 минутта жақсылап қуырып алатын боламыз. 10-15 минуттан кейін жаңағы туралған капустамызды фарштың үстіне салып, тағы да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сол аралықта қамырымыз да дайын болады. Қамырымызды жайып, дөңгелектеп, дөп-дөңгелек болуы үшін осылай мен форма қылып кесіп алдым. Артылған жерін тастамаймыз, оны бәрін біріктіріп, ең соңынан пигоди жасап жіберсеңіз болады, немесе бауырсақ жасап жіберсеңіз де болады. Ішіне салмасын салып, мантоваркамызға орналастырып, 40 минут отта пісіріп аламыз. Дайын болған пигодиімізді алып, ішіне осылай сәбіз салатын салып, майонез кетчубын жағып, әсемдеп дастарханға қойсаңыз болады. Сіз де жасап көріңіз, ұнайды деген ойдамын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақерке.